Досқа деген аямаймын тілектеш, достар болдық арамыздан күл өтпес. Ердің жасы 50-ге кеп қалыпсың, құтты болсын мерейтойың тілектес. Жүрмейді екен әміріңде жүрек кеш, адал көңіл шын достарды жүретпес. Ата болып 50-ге кеп отырсың, абзал досым ұялылық тілектес. Демеген мен пенделіктің құлымыз, сірә естен шығармайық мұны біз. Суға түсіп, асық атып доп қуған, екеумізде ұялының ұлымыз. Бірге өстік құлынтайдай тебісіп, араздасып, сосын қайта келісіп. Талай жайтты еске алып жатырмыз, енді міне сағыныса көрісіп. Ерте сейдік, атқа міндік, елендік, ел қамын жер азаматқа теңелдік. Сол теңіздің әсері де шығарау, бойда болса асаулықпен тереңдік. Туған жерден жүргенменен жырақта, ұялыны ұмытпадың бірақта. Ақын досқа бір поэма жаздырдың, маза бермей қайта-қайта құлаққа. Арманшылға пана болар ағаз ба, мекен болар және оған қалаз ба. Студент боп, маман болып, жар сүйіп, тұрып қалдың көне шаһар таразда. Жастық шағың мекендеген баужақты, жастық отын жалындатты, лаулатты. Теңіз ұлын таудың қызы шын сүйіп, ұлжан сұлу жүрегіңді жаулапты. Орныңды таптың деймін өмірде, қызметте ие болдың сенімге. Ұлғыз келіп дүниеге қуантып, өндің, өстің әулиеата жерінде. Шаңырағыңды мол шаттыққа бөлеген, өсіп келет Әбілхайыр немерең. Шөбере мен шөпшектерің көбейіп, шын тілегім кең жайылсын керегең. Жүрем досым жақсысыңе марқайып, кетпесінші жүздеріңнен әртайып. Бұл өмірдің бар қызығын көре бер, ұлжаныңмен бір жастықта қартайып. Тех кормовых авиационных фосфатов запущен производство в 1975 году. Основным продуктом является кормовой авиационный фосфат. Область применения животноводства является кормовыми добавками при подкормкой животных. Годовой производительность мощности производства 36 тысяч тонн в год. Основным потребителем являются это страны СНГ бывшие, Казахстан, Украина, Беларусь, Узбекистан и страны Восточного Европы. Метод получения фосфоритной руда с помощью пневмотранспорта, венчурного конвейера и шнекопитателя поступает в циклон энерготехнологического агрегата, где происходит процесс обесторивания при помощи высокой температуры, под воздействием высокой температуры 1500 градусов. Кристаллическая решетка фторапатита распадается, и при этом происходит процесс обесторивания. Далее полученный гранулят поступает с помощью оборотного водоостановления в систему сушильного барабана. Далее поступает шаровые мельницы, где происходит измельчение продукции. Далее с помощью фасовочных аппаратов отгружаются вагоны и автомашины и отправляется потребителям.